Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге нәтиже сабақ мен не үйрендім 13-14 сабақты қараймыз. Бірінші тапсырма: өз отбасың туралы мәтін құрап жаз. Онда отбасыңдағы дәстүрлерге көбірек көңіл бөл. Бұл тапсырма әркім өзі жеке орындайды. Өзіңіздің отбасыңыз туралы айтасыз. Мәселен, мен сіздерге үлгі ретінде айтайын. Менің отбасымда 5 адам бар. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Мен үйдің кенжесімін. Мен үйдің үлкенімін, немесе мен үйдің ортаншысымын. Біздің отбасымызда көптеген дәстүрлеріміз бар. Біз оны жиі орындауға тырысамыз. Мәселен, күнделікті өмірде біз жұмыста, балалар сабақта болғандықтан сенбі және жексенбі күндері үнемі бас қосып бірге тамақ дайындаймыз. Дәстүр — это традиция. Тағы қандай дәстүрлер болуы мүмкін? Мысалы, біз тамақ дайындаймыз. Тамақты анам әзірлейді. Әкем бізге түрлі дәмді тәттілер алып келеді. Сосын барлығымыз оны дастархан басында әңгіме айтып ішеміз. Тағы да бір дәстүр: біз бірге кино көреміз деп айтуға болады. Екінші тапсырма: бір-біріңмен отбасыларыңдағы мерекелер мен дәстүрлер туралы сұраңдар. Отбасы мүшелерін таныстырыңдар, суреттерін көрсетіңдер, түрлерін сипаттаңдар. Мәселен, сіздер достарыңызбен, оқушылармен, парталастарыңызбен қандай дәстүрлер бар екенін айту керексіздер. Және отбасы мүшелерін таныстырыңыздар. Мәселен, менің отбасымда анам, әкем, атам, әжем, мен және әпкем бар деген сияқты. Және олардың суреттерін көрсетесіздер. Менің ойымша бұл тапсырма сіздерге оңай болады. Келесі: суреттерге қарап, кім-кімге не үшін бата беріп тұрғанын айт. Біріншісі — Рамазан батасы. Рамазан батасы — бұл батаның жүріп жатқан себебі: бұл жерде Рамазан айында мешіттің қасында осындай ақсақалдар балаларға, мұсылман қауымына бата айтады. Екінші сурет: кішкентай баланы ұстап тұр. Бұл бізде қандай дәстүр? Бұл бізде салт дәстүр, яғни тұсаукесер. Тұсаукесерді өткізіп жатыр. Тұсаукесер батасы. Бұл жерде не үшін бата беріп тұр? Баланың жолы ақ болсын, жолы ашық болсын, ешқашанда сүрінбесін, талмасын деген мақсатта тұсаукесер батасы өтіп тұр. Үшінші: сәукеле киіп тұрған қыз болса, демек жас келінге бата, жаңа түскен келінге бата. Бұндай батада не деп айтады? Қадамы оң болсын, жолы ашық болсын, жастар бақытты болсын деген тілектер айтылады. Және ата мен кішкентай бала тұрған суретте бұл жай ғана тілек бата, яғни үлкен ата өзінің баласына жолың ашық болсын, не тілесең сол болсын, қайда барсаң жол болсын деп өзінің ақ тілегін, болашағының жарқын болуына тілек білдіреді. Келесі: берілген сөздерге жекеше түрде тәуелдеу керек. Мысалы, менің балам, сенің балаң, сіздің балаңыз, оның баласы. Сол сияқты: менің батам, сенің батаң, сіздің батаңыз, оның батасы. Менің ақылым, сенің ақылың, сіздің ақылыңыз, оның ақылы. Менің жасым, сенің жасың, сіздің жасыңыз, оның жасы. Бесінші тапсырма: қазақ отбасының дәстүрлері мен мерекелер тақырыбында ой бөлісіңдер. Ой бөлісу үшін өтілген материалдарды қайталанатындай маңызды сұрақтарды анықтаңдар. Әр дәстүрдің ерекшеліктерінің маңызын ашыңдар дейді. Бұл жерде осыған дейін сенің атаңның қандай бата айтады деген сияқты сұрақтар қоюға болады. Сіздің үйде батаны кім береді? Сендердің отбасылық дәстүрлерің қандай? Сіздің үйде қандай мереке атап өтіледі деген сұрақтарды басшылыққа алуға болады. Және 6-шы тапсырма: қазақ отбасында өтетін мереке дәстүрлер туралы шығарма бәйгесін өткізіңдер. Оны сынып алдында оқыңдар. Сыныпта ең үздік шығарма номинациясын анықтау үшін мына бағалау критерийлері арқылы оны бағалау керек. Мысалы, ол мерекелерге Наурыз мерекесін ұлттық мереке ретінде алуға болады, немесе жаңа жыл мерекесін, немесе жай ғана біз отбасы күнін арнайы бір күнді белгілеп атап өтеміз. Ол күні барлығымыз телефон, теледидарды өшіріп, барлығымыз әңгіме айтып, түрлі қызықты ойындар ойнап, тауға шығып демаламыз деген сияқты әдемі шығарманы жазуға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта осының жазбаша түрлерін міндетті түрде шығаруға тырысатын боламын.